Оқушылар қазақ тілі сабағын бастаймыз. Қазақ тілі сабағынан бүгін мазмұндама жазатын боласыңдар оқушылар. Мазмұндама туралы кішігірім түсіндіріп өтейін. Берілген мәтіннің мазмұнын өз сөзіңмен дәптерге түсіру. Оқушылар, қазір берілген мәтінді бір оқып шығамыз және сол мәтінді ойыңа не қалды, қандай не түсіндің, соны дәптерге өз сөзіңмен жазып бере ғой. Балапан. Мазмұндаманың тақырыбы балапан. Балапан жетім қалды. Қыс келді. Даланы қар басты. Үскірік аяз тұрды. Балапанға қиын болды. Аштық оны ұйықтатпады. Таң біліне тамақ іздеді. Қырманды да қар басып қалыпты. Ол аштықтан әлсіреп құлап қалды. Бір бала оны үйге алып келді. Баланың балапанға жан ашыды. Бала балапанды пештің қуысына орналастырды. Ол бойы жылынған соң көзін ашты. Қанатын қақты. Бала оның алдына жем қойды. Ашыққан балапан жемді лезде тауысты. Оқушылар, егер тағы да тыңдағыларың келсе, 2-3 рет тыңдап алуға болады. Дәптерге алдымен күннің жадын жазасыңдар. Қазанның 1-і, ортасына мазмұндама, одан соң тақырыбын жазасыңдар. Балапан және жоспар деп жазып қос нүкте қоясыңдар да, астына жоспарын құрастырасыңдар. Жетім балапан, балапанның көрген қиыншылығы, баланың оған қамқорлық жасауы. Осы жоспар бойынша не түсіндіңдер, рет-ретімен жазып шығуларыңа болады. Оқушылар, жоғары балл алуға талпыныңдар.